Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерді поча деп аталатын ерекше түрік халқының булочкасымен таныстырамын. Жылы сүт, жылы су, сахар және де дрожж қосып араластырып бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. 10 минут уақыт өткеннен кейін жұмыртқаның ағын, сұйық майды және де тұзды салып араластырамыз. Онда ситодан өткізіп жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз 2 есе ұлғайғанша жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Енді начинка дайындаймыз. Брынзаны видеода көрсетілгенде қолмен үгітіп шығамыз. Туралған укроп салып, екеуін бірге жақсылап араластырамыз. Начинкамыз осымен дайын. Қамырымыз 2 есе ұлғайғаннан кейін оны 3 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін алып, оқтаумен қатты жұқа қылмай жайып шығамыз. Жайылған қамырды 8-ге бөліп шығамыз. Видеода көрсетілгендей бас жағын 3-ке бөлеміз. Начинка салып, және де шет-шетін кішкене жауып, астына қарай қайырамыз. Барлығында дәл осылай жасап шығамыз. Бетіне қалған 2 жұмыртқаны сарысын жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіреміз. Брынза қосылған соң дәмі өте ерекше болады және де өте жұмсақ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Ұлжан Атабайқызы. Назарларыңызға көп рахмет.